Мәдина, ол оңбаған, көзіме шөп салды. Заринаның құлақ тұндырған айқайынан соң телефон тұтқасы үнсіз қалды. Не болды? Шыдай алар емеспін, тап қазір маған келші. Шамасы, менің жан құрбымда шынымен де бірдеңе болып қалған секілді. Бірнеше уақыттан соң ең жақын құрбымның төсегінде отырып, жастықты құшақтап жылап отырған Заринаны тыныштандыруға тырыстым. Бірнеше уақыт бұрын ортақ танысымыз Заринаға хабарласып, оның Қанатын кафеде сары шашты қызбен сүйісіп отырғанын көрдім деп айтыпты. Кетіп бара жатқанда қыз жігіттің белінен құшақтап бара жатты. Оның айтуынша Заринаның күйеуі қыздың көтінен сипап отырған. Шыны керек, Заринаның жүрегіне тиген күйеуінің бұл қылығы менің мүлдем таңғалдырмады. Маған ол ұшқалақ адамдай көрінетін. Құрбының аты құрбы болғандықтан, оны барлық жағдайда қолдау керек. Сондай жезөкшелерді түсінбеймін. Бос жігіттер оларға жетпей ме? Үйленген еркектің астына жатып не бар? Бірақ мүмкін біз бекер ойлап отырған шығармыз. Шындығында ешқандай көзге шөп салу жоқ шығар. Дегенмен бірер сағаттан соң маған Заринаны сабасына түсіру қолымнан келді. Зарина өзіне келіп, біз жоспар құрдық. Ол уақытта ас үйге кетіп қалған болатынбыз. Үй иесі қызыл шарап ұсынды. Бас тартпадым. Мен күйеуіме хабарласып, қазір Заринада отырғанымды, әлі осында отыратынымды, үйге қашан қайтатынымды білмейтінімді айттым. Дастан демалыстың жарты күнін жалғыз өткізетіндігін айтып, ренішін білдірді. Сол кезде құрбым телефонды жұлып алды да, өзіне менің қаншалықты қажет екенімді айтып, менің күйеуіме ұрсып тастады. Күйеуім көнді. Біз бүгін алғашқы ортақ жеңісімізді шарап бокалымен атап өттік. Жақсы шарап көңілімізді көтеріп тастады. Алдыда тағы да жақсы жаңалықтар болады деп сеніп отырмыз. Міне, әйтеуір сыртқы есіктің ашылғаны естілді. О, сәлем, бізде қонақ бар екен ғой. Оның ойнақы көңіл күйі бізге мүлде ұнамады. Зарина бастап кетті. Біз Қанатты екі жақтан жарты сағаттай тергеуге алдық, бірақ ол шыдады. Ақыр соңында Зарина жынданып, жылап жіберді де жатын бөлмеге қарай жүгіріп кетті. Күйеуі оның артынан бармақшы еді, мен оны тоқтатып қойдым. Заринаға қазір тиіспеген дұрыс екенін түсіндірдім де, оны өзім шындығын айтқызуға тырыса бастадым. Бір кезде ол білдіртіп қойды. Бәрі де анық болды. Сендей ақымақтарға не жетпейді осы? Ақылды, әдемі, сені жақсы көреді, ал сен басқалармен жатып жүрсің. Қанат сыр беріп қойғанын түсінді де, мені өзіне қолдаушы ретінде тартуға тырысты. Мәдина, қалай болғанын өзімде түсінбей қалдым. Сол қыздың фигурасы әдемі екен, басым кетіп қалды. Үлкен анары, жіңішке белі, ұзын аяқтар. Ол маған бұрыннан қырындап жүрген. Мен жай ғана әзілдегенмін. Корпоративте. Әрине, ішіп алғам. Кейін биледік. Ол мені шақырды. Құлағыма сыбырлай бастады. Менде тұрып кетті. Кейін дәретханаға алып кетті. Содан, от қой, кейін жұмыста. Одан да дәретханада. Содан кетті. Сенің татағың бәріне керек болып қалыпты ғой. Сен де бір. Жігіттің ұялғаннан беті қызарып кетті. Сен онымен ойнама. Менде бәрі орнымен. Маған дейін сенің күйеуіңе өсу керек. Ой, от алып кеттің ғой. Осы сен сияқтылар ғана бізге маңыздысы өлшемі деп ойлайды. Қоя қойшы, сенің шопағың ешкімді де қызықтырмайды.
Қанатқа айтқан сөздерім батып кеткені көрініп тұр. Өзімді жеңіп тастағандай сезіндім. Құрбымның кегі кішкене болса да қайтты. Оған мүлдем назар аудармағандай болып Қанатқа теріс бұрылдым да біз бастаған шарап бөтелкесін тоңазытқышқа салып қойдым. Есігін жауып, күтпеген жағдайдан орнымнан қозғала алмай қалдым. Көзім шарасынан шығып кетті. Шок. Менен 2 метр жерде джинсыйды шешіп құрбымның күйеуі тұр. Ештеңе істей алмадым. Көзім оның тап-таза қылып қырған мүшесіне қадалып қалды. Бұндай құралды көптен бері көрмеп едім. Оның үлкен мүшесі кішкене қисайып тұр екен. Қалай екен, кішкентай ма? Шокта болдым. Не істерімді білмедім. Бір қабағым жоғары көтеріліп, басым иығыма қарай түсіп барады. Менің ішкі сезімім бойынша бұл жоқ дегенді білдіреді. Қанат мүшесінің басын айрықша көрсетіп, уқалай бастады. Ол тез қимылдайды екен. Тіліңе ие бол деп айттым ғой, әйтпесе жаныңды шығаруы мүмкін. Жігіт мен жаққа қадам басты. Қанат, не істеп тұрсың? Неге екені белгісіз сыбырлай сөйледім. Ана қыз бірінші рет көргенде сен сияқты әсерде болып еді, бірақ не істейтінін бірден түсінді. Аузы деген енді тамаша. Күнтемесі де істеуге ыңғайлы. Маған ол 24 сағат 7 күн итерісуге дайын секілді көрінетін. Оған тіпті қыздыру да керек емес, үнемі суланып жүреді. Маған тағы жақындады. Оның мүшесі қатайып кетті. Мен келе жатқан қауіптен сақтану үшін алдыма қолымды соза бердім. Алдағы болатынды ойлағаннан астым сулана бастады. Қыңыр қыздарды не деп айтатынын білесің бе? Қанат бос қолмен мені қолымнан тартты. Саусағым тұрып тұрған мүшесіне тиді. Қоя салшы. Не болды кішкентай қыздай? Жай ғана ұстап көр де, таяқшаға ұқсай ма соны айт. Сен солай айттың ғой, а? Ол алақанынан мүшесін босатты. Оның айтқан сөздері жадымда қайталана берді. Мен Қанаттың еркектік намысын төмендетуге тырысқаным үшін өзімді кінәлі сезіне бастадым. Кіндігімнің астында бір жылу пайда бола бастады. Не болып жатқанын түсінбестен қолымнан алдымда тұрған мүшені ұстай қалдым. Сәл қыстым. Оның қозып тұрғанын сезіндім. Өзінен өзі қолым ерсілі-қарсылы қозғала бастады. Міне, басқа әңгіме. Жігіт маған қарай тағы жақындады да көтімнен ұстап қысып жіберді. Қанат, керек емес. Қарсы тұруға тағы бір тырысып көрдім. Оның мүшесін уқалап тұрып бұлай айтқаным ақымақтық еді. Менің сөздерімді құлағына да ілмеген Қанат юбкамның астына қол салып, стринкидің сыртынан сипай жөнелді. Ол қазір ана жерімнің қаншалықты суланғанын көретін түсініп тұрмын. Мен біткен сияқтымын. Менің тәнімнің мені осылай ұятқа қалдырғанына сене алар емеспін. Құдды бір жалаңаш мүше көрсе, шыдай алмайтын нәпсіқұмар әйелден сезініп тұрмын. Сол сәтте оның саусағы менің астымда шарлай өтіп, күнтемемді аймалаға көшкенін сезіндім. Бұндай жанасудан да дір ете қалып, айқайлап жіберуге әзер қалдым. Аузым сезінген рахаттан сәл ашылып қалды. Қанат менің суланған жерімнен ұстаған қолымды мұрнына әкелді де терең дем алды. Кейін аузына салды. Мені оның бұлай жасап тұрғаны таң қалдырды. Мен аузымды ашқан күйі құрбымның күйеуінің мүшесін аймалап тұрып қалдым. Тағы да менің астымда оның саусағы пайда болды. Бірақ бұл жолы жалғыз емес. Және олар ана жерде ұзағырақ болды. Бір сәтте Қанатқа ыңғайлы болу үшін алдыға сәл ғана еңкейіп тұрғанымды түсіндім. Ол қазір өзіне тиесілі заттай менің суланған күнтемемді бір-екі рет саусағын салып та алды. Тіпті ыңғайсыздана бастадым. Күнтемем жай ғана аймалаудан жылдам әрекеттерге көшуді қалап тұр. Мұны тоқтату керек. Жіберші.
Көтіңді қысып үндемей тұр. Қарашы, сен не істеп қойғаныңды. Ол шыдай алар емес. Аузыңа аласың қазір. Қалап тұрғаны да саусақтарыммен сезіп тұрмын ғой. Басыма осы жақсы жол болатын шығар деген ой келді. Менің астымды қоздырып жатқан саусақтардан құтылудың жолы болуы мүмкін. Бұл жақсылықпен бітпейді. Мен өзімді білемін ғой. Ал минет менің қолымнан келеді. Мақтанғаным емес, бірақ бұл істе шебермін. Көтімді артқа тартып, қанатқа мені саусағын алу керектігін көрсеттім. Ол ыстық суланған тесікті қолын алғысы келмей әзер алды. Қарасам, ас үйдің есігі айқара ашық тұр екен. Көріп қойса ше, есікті тез жауып келдім. Қанаттың алдына тізерлеп отыра кетіп, мүшесімен бетпе-бет қалдым. Тезірек бастасам тез аяқтаймын. Мүшесінің жағымды иісі мұрныма бұрқ ете қалды. Сора бастадым. Бұл айғыр мені шашымнан тартып аузымнан итере бастады. Ернімдегі қызыл помададан түк қалмады. Жасаурап кеттім. Аузымнан сілекейім ағып жатыр. Оның барлығы мүшеге жағылып менің иегіме түсіп жатыр. Мен қатты қоза бастадым. Мүшесі де үлкейіп кетіпті. Оны толықтай ауызға алу қолымнан келе ме екен, қызық болып кетті. Мүшесінің бойымен ерсілі-қарсылы сырғи бердім. Әр барған сайын мүшесінің тереңірек жұта бердім. Ортасынан өттім. 4-тен 3-ін. Осы кезде қанат маған көмектесемін деп шешті. Менің желкемнен ұстады да бірнеше рет итеріп қалды. Бірақ осының өзі де сілекейімнің тез жинауына себеп болып, өзімнің сілекейіме өзім шашалып қалдым. Тезірек демімді ретке келтіруге тырыстым. Қанат мені қолымнан ұстап тез көтеріп қалды. Бұны күтпеген мен тепе-теңдік ұстай алмай алды қарай құлай кеттім. Қалай болғанын білмеймін, бірақ сол уақытта қанат менің артыма шығып үлгеріп, мені тоңқайтып жіберді. Қолыммен үстелге тірелдім. Юбкамды шешті. Сәлден соң стринкидің қалай жанға қарай жылжып, көтіме тіреліп қалғанын сездім. Тар күнтемем өзі бұрын соңды көрмеген үлкен мүшенің қалай ішке еніп бара жатқанын сезді. Бірақ жартылай кіріп тоқтап қалды. Үнсіздік. Бұл бірнеше секундқа жалғасса да мәңгілікке айналғандай болды. Қанат әрі қарай не істейтінін күтіп тұрғанын түсіндім. Және оған қалай болатынын мен сездіртуім керек. Жарайды. Анарыммен үстелге жаттым. Менің көтенім сәл көтеріліп оған ыңғайлана берді. Аяғымның арасын аша түстім. Болар істі ендігі тоқтата алмайтынымды түсіндім. Еркектің екінші қолы көтімнен ұстады. Күнтеменің арасы ашылып, ісіп тұрған мүшені ішке қарай өткізе бастады. Ол ақырын кіруде. Жаймен. Құдды бір ештеңені бүлдіріп алғысы келмегендей. Күнтемем өзіне баса көктеп кіріп келе жатқан еркектің құралына қарсылық танытуға тырысқандай қайта жабыла бастады. Ол маған барған сайын кіріп бара жатқанын сезіп тұрмын. Дауысымды шығармас үшін тістеніп алдым. Қандай тар еді, сенің күйеуіңнің жолы болған екен. Менің ішімде тоқтап қалды. Оған іште тар болып тұрғанына күмәнім жоқ. Керемет күн. Таң атпастан Зарина. Кейін сол қызды. Енді сен. Менің жолым болған екен. Тезірек болшы. Қазір Зарина кіріп келсе ше. Екі айтудың қажеті жоқ. Қатты итеріп жібергеннен күнтемем жарылып кетердей болды. Шыдай алмай шыңғырып жібердім. Мүшесі менің күнтемемді кеңейтіп бара жатыр. Ас үй үстелінің екі шетіне қолыммен жармаса кеттім. Ол маған соншама жеңіл кіріп жатыр. Яғни жақсы суланған болып тұр ғой. Шалпылдаған дыбыстар естілгенде оның жұмыртқасы менің күнтемеме тиіп жатқанын түсіндім. Бұл енді тым. Мен аспанға қалқып кеткендеймін. Оның қимылдары жиілей түсті. Қозған тәннің құшуын оның мүшесі басып жатыр.
әр кірген сайын түбіне дейін жетуде. Көтенім тиген соққылардан тербеліп сала берді. Қайта келіп көнсемемді соғып жатыр. Я, алған рахаттан бір аяғымды жанға көтере бастадым. Бірдеңенің жақындап келе жатқанын сеземін. Тоқтамашы. Менің сөздерім оған жігер бере түсті. Жігіт сұйықтығын шашуға дайындалғандай күшеніп, жылдамдығын арттыра берді. Менің көтенім, аяғым, көнсемем дірілдеп барады. Басым айналып кетті. Ал оның тоқтайтын ойы да жоқ. Мүлдем басқа бір әлемде менің көнсемем үйде күйеуім күтіп отырғаны келді. Ал көрші бөлмеде менің ең жақын құрбым көзін жасқа бұлап жылап жатыр. Оның күйеуі болса мені қаншық секілді аямай итеріп жатыр. Итеріп әуестеніп кеткеніміз сонша, біз ас үйде жалғыз емес екенімізді сезбей де қалдық. Ас үйдің есігі айқара ашылып кеткен. Табалдырықта көзі шарасына симай Зарина қарап тұр. Осыған дейін қалтқысыз сенген екі адам оның ас үй үстелінде итерісіп рахаттанып жатыр. Алыстан Заринаның Мадина деген даусы естілді. Сол сәтте мен де шыдамай шыңғырып бітірдім.